Қайырлы күн баршаңызға. Сәлем достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз кеседе дайындалатын кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін менің каналымнан алыстамаңыздар. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып, шекерді салып, осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Және аз-аздан айранымызды құйып, бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Осылай араластырып отырып, жарты стақан сұйық майымызды қосып, тағы да араластыра бастаймыз. Әбден шекеріміз езілгенше араластырып отырып, ұнымызға разрыхительді қосып, аз-аздан салып отырып, бір келкі масса шыққанша араластыратын боламыз. Осылай ұнымызды венчиктің көмегімен әдемілеп араластырып отырып, қаймақ тәрізді тестамыз дайын болғанша араластырып ұнымызды салып отырамыз. Міне біздің тестамыз дайын болды. Енді үстіне әдемілеп мейіздерімізді жуып алып, тестамызға салып араластыратын боламыз. Міне осылай араластырып алғаннан кейін кеселерімізді осылай майлап шығатын боламыз. Кеселерімізді майлап алғаннан кейін осылай қасықтың көмегімен 2 қасықтан кесеміздің ішіне тестамызды салып шығатын боламыз. Барлық кеселерімізге осылай біртіндеп салып шығып, кеселерімізді противенге орналастыратын боламыз. Міне осылай орналастырып алғаннан кейін бетіне жаңғақ ұнтақтарын әдемілік үшін әрі дәмді болу үшін осылай салып шықтым. Әркім өз қалауынша салады, салмай қойсаңыздар да болады. Толық рецептісін описанияға қалдырып кететін боламын. Описаниядан қарап сіздерде жасап көріңіздер. Және қалған тестамды осылай кішкентай формочкаларға салып дайындап қойдым. Енді біздің кекстарымыз әбден пісіп шыққанша 180 градуста 30-35 минутқа дейін пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің кесенің ішінде дайындалған кекстарымыз осындай керемет әдемі болып пісіп шықты. Егер менің осы видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бір жасағаннан үлпілдек болып, әдемі болып шығатын осындай кексіміз мінекей дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше.